Бүгін біз ішкі құрылыстан шұжық жасаймыз. Жүрек, бауыр, өкпе, пияз. Тұз, кориандр и черный перец. Күріш саламыз, чтобы жақсы жабысу үшін. Так, начинкамыз дайын болды. Енді бұны біз жылқының қазы жасап жүрген шегіне жасап көрейік деп жатырмыз. Жалпы бұндай шұжықтарды арнайы өзінің оболочкалары бар. Енді біз кішкене эксперимент жасап жатырмыз. Мінекей достар, біздің шұжық бұжыларымыз дайын болды. Енді қазір суға пісіреміз. Суға лавровый лист саламыз, тұз саламыз, қайнатамыз. Жарты сағаттай. Шұжықтарымызды арнайы грильға бір қуырамыз.